Құрметті өлең сөз кезек парақшасының оқырмандары, баршаңызды 9 мамыр мерекесімен шын жүрегіммен құттықтаймын. Баянды, бақыт, ашық аспан тілеймін деген сияқты тілектерді орнымыздан тік тұрған күйде мерекелік кештерде ішіне ішімдік құйылған бокалды басымыздан асырып көтеріп тұрып тілек айтып жатамыз, оны тост деп қоямыз. Бұл тілектің қабыл болмайтыны анық, себебі арамас араласқан жерде періште болмайды, періште әмин демеген соң ол дұға тілек қайдан қабыл болады? Бұны бір деп қойыңыздар. Адам баласы орнынан тік тұрған күйде арам су ішу бұлай тұрсын, орнынан тік тұрып қарапайым қара су ішсе де оның асқазанына үлкен зиян бар екенін пайғамбарымыз ескерткен болатын. Сондықтан да су ішсеңдер, отырып ішіңдер деген насихатты айтқан еді. Қазіргі дәрігерлерде тұрған адам мен отырған адамның асқазанының екі түрлі болатынын айтып келе жатыр. Дәрігерлер болса дайректке жаза кетіңіздер осы туралы. Сондықтан су ішсеңіздер, асықпай отырған күйде ішіңіздер. Бұны екі деп қойыңыз. Әлемдік деңгейде жүрген спорт жұлдыздарының көпшілігі суды отырып ішудің денсаулыққа пайдалы екенін өте жақсы біледі. Отырамыз, ішеміз.